Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте дәмді американдық панкейктер дайындайтын боламыз. Құрамы да қолжетімді әрі оңай дайындалады. Миксерді қажет етпейді. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға қант қосып жақсылап араластырамыз. Сонан соң жылы сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнымызға қопсытқышты қосып аламыз. Сонан соң аз-аздан қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Барлық ұнымызды қостық. Енді ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қызып тұрған тапаға құямыз. Тапамыз құрғақ болу керек. Ешқандай май құймаймыз. Тапамызды міндетті түрде қыздырып аламыз. Сонан соң кішкентай мөлшерде қамырымызды құйып пісіретін боламыз. Қамырымызды құйғаннан кейін, шамамен 1 минуттан кейін байқасаңыздар, кішкентай көпіршіктер пайда болады. Бұл аудару керек деген сөз. Жайлап аударатын боламыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Міне біздің панкейктеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Панкейктің ортасын көрсетейін. Ортасы піскен, өте жұмсақ. Осы рецептпен жасасаңыздар өкінбейсіздер. Менде бір жасағанда шықты. Егер рецепт ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Жіберіп алмаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.